Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы сөмкеге саламын, положу в сумку. Бүгінгі сабақта жаңа сөздерді меңгереміз. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беруге үйренеміз. Научимся отвечать на вопросы к тексту. Жаңа сабақтың жаңа сөздерімен танысайық. Тыңдаймыз, қайталаймыз, сөздікке жазамыз, жаттаймыз. Салу, ложить. Сал, ложи. Саламын, я ложу, положу. Салмаймын, не ложу, не положу. Салу, сал, саламын, салмаймын. Жақсы балалар, сөздік дәптерге жазып алыңыздар. Запишите в словарь. Есте сақта. Жіктік жалғау. Мен сөмкеге саламын. Сен сөмкеге саласың. Ол сөмкеге салады. Мен сөмкеге саламын. Я ложу в сумку. Сен сөмкеге саласың. Ты ложишь в сумку. Ол сөмкеге салады. Он или она ложит в сумку. Сен сөмкеге дәптер сал. Ты в сумку положи тетрадь. Сен сөмкеге дәптер салма. Ты не ложи в сумку тетрадь. Сен сөмкеге дәптер саласың. Ты в сумку положишь тетрадь. Мен сөмкеге қуыршақ салмаймын. Я не ложу в сумку куклу. Жақсы балалар, жікті жалғауды естеріңе сақтаңдар. Запомните личное окончание. Оқылым. 103-ші бет мәтінді оқы. Мен мектепке барамын. Сөмкеге күнделік, кітап, дәптер, қаламсауыт саламын. Әлібек те мектепке барады. Ол қаламсауытқа қалам, қарындаш, өшіргіш, ұштағыш салады. Жақсы балалар, енді мына сұраққа жауап беріп көріңдерші. Сен сөмкеге не саласың? Что ты ложишь в сумку? Попробуйте сами ответить самостоятельно. Жақсы балалар. Ал енді балалар, мәтін бойынша сұраққа жауап береміз. Ответим на вопросы по тексту, который мы сейчас только прочитали. Анельдің сөмкесінде не бар? Әлібектің сөмкесінде не бар? Анельдің сөмкесінде қуыршақ бар ма? Әлібектің сөмкесінде ұштағыш бар ма? Ребята, вам нужно в этом задании ответить на вопросы по тексту и отправить мне голосовым сообщением. Ал енді балалар, дәптерлеріңді ашыңдар, бүгінгі күнді жазыңдар. Қарашаның 27-сі сөмкеге саламын. 4-ші тапсырма 105-ші бет. Суретке қарап, сөмкеге не салатыныңды жаз. Посмотри на картины и напиши, что ты положишь в сумку. Үлгі. Сөмкеге күнделік саламын. Образец. В сумку я положу дневник, и дальше вы пишете, что вы из этих картин положите в сумку. Жақсы балалар. Түсіндім. Сұрағым бар. Түсінген жоқпын. Жақсы балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.